Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен Салтанат Нұрекеқызы. Сіздерге 2-ші сыныптағы әдебиеттік оқу пәні бойынша БЖБ жұмысын ұсынамын. БЖБ-ны өзім құрастырғанмын. Бұл әдебиеттік оқудағы 4-ші тоқсандағы қоршаған орта тақырыбы бойынша жиынтық бағалау, яғни 4-ші тоқсандағы 1-ші БЖБ. Бұл жерде мен ерекшелігін бірден айта кетейін, құрметті менің оқырмандарым. Мен осы БЖБ-ны мазмұндама жазу түрінде алдым. Әдеттегідей бірнеше тапсырмадан емес, бір мазмұндаманы алып, бір мәтін бойынша, сол бойынша құрастырып отырмын. Ал енді құрметті менің оқырмандарым, сіздер менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Дәл осы видеоның сіздерге көрсетілген Word нұсқасы керек болатын болса, онда сіздер видеоның астындағы описание бөлімінен өздеріңізге дәл осы мен көрсетіп отырған документті өздеріңізге жүктеп ала аласыздар. Яғни Word нұсқасын өздеріңізге скачать етіп аласыздар. Мен Google формада ссылкасын тастап кетемін. Ал енді құрметті менің оқырмандарым, мен көп сөзді созбай, бірден оқу мақсаттарына емес, бірден мен мәтінге көшкім келіп тұр. Қандай мен мәтін алдым? Бұл жерде біз құмырадағы су деген мәтінді алып отырмын. Қазақ тілінен сын жұмыстары деген менде бір кітап бар, әдістемелік құрал, сол кітаптың ішінен алдым. Бұл Зонай кувшин деген орыс тілінде жазылған бір мәтін болатын, соны қазақшаға аударған болу керек. Сол мәтін. Сонымен мәтінді тыңдайық. Құмырадағы су. Қорада құмыра тұр, оның ішінде су бар. Бір кезде қара қарға құмыраның қасына келіп қонды. Оның су ішкісі келді. Құмыраның ауыз жиегі биік. Қарғаның тұмсығы құмыраның ішіндегі суға жетпеді. Қарға сол кезде жерде жатқан тастарды көрді. Ол тастарды тұмсығымен тістеп әкеліп, құмыраның ішіне тастай бастады. Су көтерілді. Қарға құмырадан су ішті. Осы мәтінді мен балаларға оқып бердім. БЖБ жұмысын алар кезде және балаларға мынандай мәтін суретті көрсеттім. Міне балалар, интернеттен іздесеңіздер, Воронай кувшин деген осындай сурет шығады. Мен осы суретті балаларға көрсеттім. Және менің оқу мақсаты бойынша мен бұл жерде балалармен бірге жоспар құруым керек. Жаңағы 2-3-1-1 мұғалім көмегімен оқылған шығарманы бөліктерге бөліп жоспар құрады деген. Ал сіздер жоғарыда көргендей, менің оқу мақсатым бойынша мен балалармен бірге осы мәтінге жоспар құруымыз керек. Менің көмегіме сүйеніп, әрине 2-ші сынып балалары болғандықтан осы мәтінге жоспар құруымыз керек болған. Мен мынандай балаларға таратып берген парақта, А4 парақта, компьютерға шығарып алып берген осындай орын қалдырып қойдым. Жоспар дедім, бірінші бөліміне, 2-ші бөліміне, 3-ші бөліміне орын қалдырып қойдым. Және біз сыныпта бәріміз ұжымдық жұмыс, бүкіл сынып болып талқылай отырып, 1-ші бөліміне суы бар құмыра деп ат қойдық мәтіннің, 2-ші бөліміне қарғаның су ішкісі келуі деп бөлімге ат қойдық, жоспар құрдық, және 3-шісіне қарғаның суға жетуі деген жоспар құрдық. Міне осындай 3 бөлімнен тұратын жоспар құрдық. Мен балаларға жетелеп отырдым, ақылдаса отырып осындай жоспар құрдық. Және бізде осындай мен жазып берген қарғаның іс-әрекетін бағалау деген ол менің өзімнің ұсынып отырған жаңағы балаларды бір іс-әрекетін бағалау үшін, мәтінді түсіну үшін, іс-әрекетке баға беру деген мақсатты орындау үшін осындай 4-ші пунктті қосып қойдым. Сонымен міне жоспар деген жерге, мына жерге балалар қолдарымен жазды. 1-ші бөлімін суы бар құмыра деп, 2-ші бөлімін қарғаның су ішкісі келуі, 3-ші бөлімін қарғаның суға жетуі деп балалар жазды. Жаңа мен сіздерге айтқандай, балалар жоғары жақта міне көрініп тұр. Баланың өзінің жазған жоспары, және осы жоспар бойынша жазған міне бір баланың БЖБ-сын көрсетіп отырмын. Оқып берейін. Bir кезде қарға қорадағы суы бар құмыраны көрді. Қарғаның тұмсығы суға жетпеді. Содан кейін қарға бос отырмады. Жан-жағына қарап тастарды көрді. Ол тұмсығымен тастарды тістеп құмыраға тастай берді. Содан соң құмыраны тастармен толтырды. Су көтерілді. Содан кейін қарға суға жетті. Мен қарғаны талпынды деп ойлаймын. Басқа қарғалардай жалқау емес деп бала өзінше осылай мазмұндама жазып берген екен. Енді құрметті әріптестер, бәрілеріңізге қызық болып тұрған шығар, бұл оқушының жұмысы қалай бағаланды, қандай критерий бойынша бағаланды деп. Мен қазір сіздерге соны ұсына кетейін. Қарасаңыздар, бізде мына жерде дескрипторлар бар. Міне мен үлкен планмен көрсетіп қойдым. Бізде бірінші дескриптор былай: мәтіннің мазмұнын толық мазмұндап жазады, 2 балл. Яғни жаңағы оқушыға мен осы 2 баллды толық бердім. Есептеп отырыңыздар. Келесі, мәтіннің құрылымын сақтайды, оқиғаның басы, дамуы, шарықтау шегі, оқиғаның соңы сақтап жазылған болса 1 балл беремін. Яғни бұл мәтінге де мен мәтіннің барлық бөлігі сақталған деп бұған 1 балл бердім. Келесі, мәтіндегі кейіпкерге өз ойынша баға береді. Міне ең соңында тұр: мен қарғаны, мен оған дейді. Мен оған дегенде бұл орыс, анасы орыс, шешесі, әкесі қазақ балада кішкене ойын жеткізе алмай қалған шығар деп өзім қарғаны деген сөз қосып қойдым. Мен қарғаны талпынды деп ойлаймын, деймін дейді ғой. Мен басқа қарғалардай жалқау емес деп өзінше іс-әрекетіне баға беріпті. Сондықтан мен оған 1 балл бердім. Келесі, жазу каллиграфиясы талапқа сай көркем жазады. Енді жазу каллиграфиясына да 1 балл беріп отырмын. Кейбір жерлерде жазуында қателер болғанмен, дегенмен жазуы жақсыға жатады. Сондықтан мен бұл балаға жазу каллиграфиясына да 1 балл бердім. Келесі, бізде
орфографиялық грамматикалық нормаларды сақтайды. Енді орфографиялық деген сөзден біліп отырғандарыңыздай, осының ішіне сөздерді қате жазбауы, тасымалдауы бәрі осының ішіне кіріп кетеді. Егер еш қатесіз жазса, онда 4 балл беремін. Егер 1-2 қате болса 3 балл беремін, 3-4 қате болса 2 балл беремін, 5 қате болса 1 балл беремін деп өзіме критерий құрып алған ғой. Сонда бұл бала мына жерде су көтерілінді дегенде ін деген 2 әріпті қате жазып қойып, сондықтан мен 1 баллын алып тастадым да, бұл балаға мен жазу орфографиялық қателері үшін 3 балл бердім. 1 қате жіберді деп 3 балл беріп отырмын. Сонымен есептеңіздер, бұл бала бізде мәтіннің мазмұнын сақтаған үшін 2 балл алды, құрылымын сақтаған үшін 1 балл алды, кейіпкерге іс-әрекетіне баға берген үшін 1 балл алды, жазу каллиграфиясына 1 балл алды, және орфографиялық қателерді жазған үшін 1 қатесі үшін 3 балл алды, және тыныс белгілерді дұрыс қояды. Бұл бала тыныс белгілерінен ешқандай қате жібермеген, сондықтан мен оған 1 балл беріп отырмын. Сонымен дәл мен сіздерге көрсетіп отырған оқушым 9 балл алды деп бағаладым. Құрметті менің әріптестерім, бастауыш сынып мұғалімдері, әріптестер, сіздерге егер осындай мазмұндама бойынша БЖБ алғыларыңыз келсе, менің осы видеомдағы көрсетілген БЖБ-ны өздеріңізге жүктеп алып, пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде оқу мақсаттары мен бағалау критерийіне енді видеоның соңында тоқтай кетейін. Жаңа мен айтқанда 2-3-1-1 мұғалімнің көмегімен шығарманы бөліктерге бөліп жоспар құрады, біз құрдық. Екінші 2-2-6-1 кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез-құлқын және іс-әрекетін бағалау. Біз мына іс-әрекетін бағалау деген критерийді орындадық. Және шығарманың мазмұнын дайын жоспар бойынша өз сөзімен мазмұндау деген 2-1-2-1 деген оқу мақсатын орындадық деп ойлаймын. Және біз осы БЖБ-да мынандай бағалау критерийі болды. Білім алушы мұғалімнің көмегімен мәтінге жоспар құрады. Бұл бағаланды. Және кейіпкердің іс-әрекетіне баға бергені бағаланды. Және мәтіннің мазмұнын толық жазғаны бағаланды. Орындау уақыты 20 минут. Енді оқушылардың өте жақсы орындайтыны 15 минутта, 20 минутта орындады. Әрине көмек керек балаларға кішкене 30 минуттай уақыт кетті. Екінші сыныптың деңгейіне сай деп ойлаймын. Егер осы видео ұнап жатса, достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісіп қойыңыздар. Менің каналыма жазылуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерге болашақта тағы да екінші сынып бойынша 4-ші сыныптағы БЖБ, ТЖБ жұмыстарын ұсынамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.